Бүгінгі видео сабақта VirtualBox виртуалды машинасы жайында болады. Виртуалды машина бізге басқа операциялық жүйемен виртуалды түрде жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Ең алдымен VirtualBox ресми сайтына өтеміз де, содан кейін Windows-қа арналған версиясын жүктейміз. Содан кейін оң жағындағы плагинді де жүктейміз. Жүктеліп болғасын с имени администратора кіреміз. Және де установка жасаймыз. Далее басамыз, да дейміз. Бұл жерде тек бірінші пункттің галочкасын алып тастаймын. Установка жасалып болды. Енді плагинді установка жасаймыз. Установить кнопкасын басамыз. Осымен болды. Бүгінгі видео сабақ тек осы VirtualBox-тың установка жасау туралы болды. Келесі видеода кездескенше. Келесі видеода Ubuntu Linux-ты қалай установка жасаймыз, сол жайында болады. Кездескенше сау.